Ресей мен ақш арасында не болып жатыр? Осы аптада Ресейге 3 күндік сапармен барған Қытай көшбасшысы Си Цзиньпин Владимир Путинмен 10 сағаттан астам келіссөз жүргізді. Қоштасу кезінде Қытай Халық Республикасы төрағасы Ресей басшысына 100 жыл бойы әлемде болмаған өзгерістерді екеуі бірлесіп жасап жатқанын айтты. Белгілі қазақстандық экономист Олжас Құдайбергенов бұл қандай өзгерістер және одан кейін не болатыны жөнінде ой қозғады. Ең алдымен бұл монополярлы әлемнен көпполярлы әлемге ауысу. Бұл құрғақ дипломатиялық тұжырымдама. Ол ақш бастамасымен жаһандық әлемдік тәртіпті өзгертіп, өз аймағына көшбасшы мәртебесін талап ететін жаңа орталықтардың пайда болуын ынталандыруды көздейді. Бұл өзгеріс сөзсіз барлық әскери емес тәсілдермен қарсыласуды білдіреді. Сонымен қатар, егер әскери емес тәсілдер сәтсіз болса, соғыс басталатынын меңзейді. Шындығында соңғы бірнеше жылда әскери емес әдістер болды және олар сәтсіздікке ұшырады. Демек үлкен соғыстың ықтималдылығы жоғары деп жазды экономист. Оның сөзінше, диван сарапшылары секілді Қытайдың экономикасы жөнінен де, армиясы жөнінен де ақшпен иық тіресе алмайтынын алға тартуға болады. Алайда Қытайдың нақты жалпы ішкі өнімі ақштікіне қарағанда 30%-ға көп, ал әскери әлеуеті барлық көрсеткіштер бойынша жоғары. Дүниежүзілік соғыс ешкімге тиімді емес, бірақ ақылға салып, бейбітшілікті қаласаң соғысқа дайындал деген тәмсілді ұстанған дұрыс. ақш пен Қытай арасындағы қақтығыс күшейген жағдайда жаһандану берген өзара тәуелділіктің барлық артықшылықтары логистикалық тізбектердің бұзылуына байланысты кемшілікке айналады. Дамушы елдер ең алдымен мемлекеттік басқару жүйелерінің тез және тиімді әрекет етуге қабілетсіздігінен 5-10 жылға артқа ойлауға дайын болмауынан зардап шегеді. Көрі көкжиегі 2-3 айлық ұсақ түйек мәселелерден әрі аспайтын елдер жаһандық процестерді елемеу салдарынан таяқ жейді. Біздің де жетісіп тұрғанымыз шамалы, дейді Құдайбергенов. Сарапшы Қазақстандағы сайлау және мемлекеттік басқару жүйесін қайта іске қосу тікелей президентке бағынатын үкімет пен мемлекеттік органдардың жоғары сапалы құрамын қалыптастыруды көздейтінін атап өтті. 100 жыл бойы болмаған алдағы өзгерістердің жүктемесіне интеллектуалды және сапалы түрде төтеп бере алатын құрам. Егер мұндай құрам болмаса, онда Қазақстан тәуелсіздігінен айырылып, тектоникалық геосаяси өзгерістер шеңберінде мемлекет ретінде өмір сүруін мүлдем тоқтатуы мүмкін. Саяси амбициясы бар адамдар бұл жүктемені көтеруге дайын және қабілетті ме? Министрлер кабинетінің жаңа мүшелері өз амбицияларын мың рет өлшеп, оларды елдің мүдделерімен байланыстыруы қажет. Әйтпесе ертең елде мүддеде болмайды. Үкіметтің жаңа құрамына мұны түсінбейтіндер болмайды деп үміттенемін деп түйіндеді Құдайбергенов.